Армысыздар. Қазақтың қорғаныс оюы — итқұйрық. Қазақ тіліндегі орай сөзі терең мағыналы ұғымдардың бірі. Оның түбірлі құрамына назар аударсақ, оралу, айналу, шырмау. Ал өсу, ұлғаю мағыналарымен сабақтас деп түсіндіруге болады. Осы тұрғыдан алғанда оралып, айнала отырып өсу, яғни тіршіліктің табиғи даму тәсілін бейнелейтін ұғым. Табиғаттағы көптеген өсу үдерістері спираль тәрізді заңдылыққа бағынады. Өсімдік сабақтарының бұралып өсуі, гүл күлтелерінің орналасуы, ағаш бұтақтарының таралуы, ұлудың қабыршағының иірімдері бәрі де табиғаттағы қайталанатын әрі ұлғаятын құрылымдардың көрінісі. Бұл құбылыстар көбіне Фибоначчи бірізділігі мен фракталдық заңдылықтар арқылы сипатталады. Итқұйрық оюының пішіні де спиральға ұқсайды. Қазақ халқы бұл оюды жаңа туған нәрестенің жөргегіне салып, оның өсіп-өнуін, ұрпағының көбеюін және өмірінің жалғасуын меңзеген. Өрнектің еріліп, жалғасып жататын пішіні өмірдің үздіксіз қозғалысын, ұрпақ сабақтастығын және табиғаттағы өсу қағидасын бейнелейді. Халық шеберлері бұл мәнді ғылыми формулалар арқылы емес, табиғатты ұзақ бақылау мен өмірлік тәжірибе негізінде таныған. Табиғаттағы өсу мен ұлғаюдың математикалық көріністерінің бірі Фибоначчи қатары. Бұл қатарда әрбір сан өзінен бұрынғы екі санның қосындысынан құралады. Бұл заңдылық күнбағыс тұқымдарының орналасуынан, ананас қабыршақтарынан, шырша бүрлерінен, ұлулар мен теңіз раковиналарының спиральдарынан байқалады. Сондықтан Фибоначчи қатары табиғаттағы өсу мен дамудың математикалық үлгісі ретінде қарастырылады. Орта ғасырдағы әйгілі математик Фибоначчи осы сандық заңдылықты ғылыми түрде сипаттап, оның табиғаттағы көптеген құбылыстармен байланысын көрсетті. Кейін бұл идеялар математикадан тыс биологияда, сәулет өнерінде, музыкада, физикада және экономикалық модельдерде де қолданылды.